Деструктивті діни ағымдар өздерінің санын көбейту үшін, адам санасын бақылау үшін психологиялық әсер етудің әртүрлі әдістерін қолданады. Оларға келесі белгілерден: ұлттық құндылықтарды, дәстүрлерді, халық тарихын, сондай-ақ мемлекеттің зайырлылық қағидаттарын теріске шығару. Басқа діндерге, атеистерге төзбеушіліктің көрінісі, діни араздықты қоздыру, құқықтық міндеттерді орындаудан бас тарту, білім алу, әскери қызмет, медициналық процедуралардың жекелеген түрлерінен бас тарту, қан құю, вакцинация, ағзаларды трансплантациялау және тағы да басқалары. Қазіргі заманғы өнер түрлеріне деген агрессивті көзқарас, балет, музыка, бейнелі өнері және тағы да басқалары. Сіз өзіңізді толықтай қауіпсізбін деп ойламаңыз. Ол жай ғана иллюзия. Есіңізде болсын. 259 бап. Террористік не экстремистік әрекетті ұйымдастыру мақсатында адамдарды азғырып көндіру немесе даярлау не қаруландырған жағдайда оның мүлкі тәркіленіп 8 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып, немесе кәмелетке толмаған адамға қатысты жасаған дәл осы ісі үшін әрекет мүлкі тәркіленіп, 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Деструктивті діни ұйымдардың теріс әсерінің құрбаны болмау үшін, оларды арбаушылардың белсенді қолданатын әдістері туралы білу қажет. Есіңізде болсын, егер сіз немесе сіздің туыстарыңыз жалған діни ағымдардың салдарынан зардап шеккен болса, онда сіз біздің орталыққа сенім телефоны арқылы хабарласа аласыз. 8 71 62 72 25 96.